Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен математика пәні 59-шы сабақ тақырыбы фигуралар салу. Кешегі сабақтың жалғасын өтеміз бүгін балалар. Ендеше оқушылар екінші тапсырмаға қараймыз. Біздерге ауданы берілген, ұзындығымен енін табу керек. Бірінші фигурада ауданы 18 квадрат сантиметр болса, ұзындығы 6 квадрат сантиметр, ені 3 квадрат сантиметр. Екінші фигурада 24 квадрат сантиметр, үшінші фигурада 12 квадрат сантиметр. Яғни, ауданын табу үшін біз ұзындығымен енін көбейтіп аламыз. Олай болса, үшінші тапсырмаға қараймыз. Ұзындықтары төмендегідей кесінділер сызамыз. Ол үшін есептің шығарып аламыз есепті. Мысалы, асында 32 сантиметрдің 8-ден 1 бөлігіне тең, әсіне 9 сантиметрдің 3-тен 1 бөлігіне, бысында 10 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігіне тең кесінділер сызамыз. Ол үшін әуелі есептеп аламыз балалар. Санның бөлігі арқылы табу. Санды бөлігі арқылы табу. Бұл жерде 32-ның 8-ден 1 бөлігі бөліміне бөліп, сосын алымына көбейтеміз. Бұл жерде бірінші кесінді 4 сантиметр, екіншісі 3, және үшіншісі 2 сантиметр кесінді сызамыз. Келесі 5-ші тапсырма дәптермен жұмыс. Біріншісі бізге де кесінділер көрсеткен оқулықта ұзындығы қызыл кесіндіден 2 есе артық кесіндіні тап. Оны дәптерге сыз. Ол үшін әуелі біз қызыл кесіндіні өлшеп аламыз. Дұрыс айтасыздар. Қызылдың ұзындығы 5 сантиметр, ал одан 2 есе артық кесінде EF кесіндісі. Оның ұзындығы 10 сантиметр. Келесі 5-ші есептің әсі. Қай кесіндінің ұзындығы көк кесіндінің жартысын құрайды? Оны дәптерге сыз. Ол үшін әуелі көк кесіндіні өлшеп аламыз. Дұрыс айтасыздар. Көк кесінді 8 сантиметр, ал оның жартысы GH кесіндісі бұл 4 сантиметр. Осы екі кесіндіні балалар дәптерге сызып аламыз. Олай болса, келесі 8-ші тапсырма. Қай суретте симметрия осі дұрыс салынбаған? Симметрия осі дегеніміз балалар өткен сабағымыз біздің, яғни тең қақ ортадан 2-ге бөлу. Бұл жерде бірінші фигура дұрыс сызылған, екінші фигура дұрыс сызылған, және төртінші фигура дұрыс сызылған. Сонда симметрия осі дұрыс сызылмаған, бұл тек үшінші фигура. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.